Сәлем достар, бүгінгі видеода біз конспектті қалай жазу керек жайлы лайфхактар айтатын боламын. Ең бірінші менің дүниежүзі тарих дәптерінің конспекттерін қарап шығайық. Және де бұның сырты осындай, көріп тұрғандарыңызда ішінде бірінші бетінен бастап кәдімгі тест сұрақтары болады. Өйткені біз тест сондай өтіп жүрміз, және де осындай міне қарасаңдар болады. Сызықтар схемалармен көрсетілген, кейбір жерлерінде осындай 3-ке 4-ке бөлінген жерлері де бар. Ал бұл Қазақстан тарих дәптері түрлі схемалар және де осындай сызықтар сондай не жазылған. Конспект жазудың негізгі мақсаты ол кітапты көшіру емес. Яғни конспект жазу ол түсінікті тілде бір қайталай салатындай қылып қысқартып жазу. Сол үшін де ақпаратты бірінші оқып алып, оны қысқартуымыз қажет, және де осындай қылып әдемілеп тізіп жазуымыз керек. Мысалға, гавайлықтар деп тақырып жаздым. Сосын ең маңызды 3 несін жаздым, кейін аудандарын жаздым. Сол секілді осылайша бөліп қысқа да нұсқа жазуларыңа болады. Және де өздеріңе түсінікті қылып, сол сөздерді қысқартып жазсаңдар болады. Сондықтан да бірінші кеңесім осы, екінші кеңесім ол түрлі схемаларды пайдалану, яғни түрлі маркерлерді пайдалана отырып, сендер өздерінің нелерінде әрлей аласыңдар, және де осындай неше түрлі схемаларды да сызсаңдар болады. Мысалы, физика дәптерімді көріп тұрсаңдар, бірінші кестелер тұр, және де осындай схема, функциялар тұр деген секілді. Сендер де мысалы математика басқа да сабақтарында осылайша функция схемаларды пайдаланып конспекттеріңді толықтырсаңдар болады. Бұл өте әдемі көрінеді, және де бір жағына сендерге өте түсінікті болады. Мысалы, сол схемаға қарап, қандай схема екенін, аты қандай екенін, немесе қасындағы формуласы қандай екенін бірден анықтап аласыңдар. Конспектті таза жазуға тырыс, себебі сенің дәптерің шимай жатпақ болып тұрса, онда сенің жаңағы сабаққа мотивацияң төмендейді, және де таза болса, бір жағынан бұл жаңа хобби десек те болады. Кейбір адамдар конспект жазуды хобби ретінде де алып жүреді. Міне, және де тағы бір лайфхактардың бірі ол суреттерді салу. Осындай түсінікті ретінде сурет, схема сияқты стрелкалар шығарып салсаңдар болады екен. Және де ең маңызды ақпараттарды міндетті түрде фломастермен белгілеп, төртбұрыштап, қоршап, сөйтіп қойыңдар, себебі бірден көзге көрінетін болады. Жалпы конспект сендердің өздерінің ыңғайларыңа қарай болу керек, себебі сендердің жазуларыңа қарай, сендердің жаңағы ашық түстерді жақсы көрсеңдер соған қарай, немесе жинақылықты жақсы көрсеңдер соған қарай, өздеріңе қарай бейімделулерің керек. Сондықтан да конспектті жазу маңыздылығы негізі осында. Қазір достар, мына дүниежүзі тарихына бірге конспект жазатын боламыз. Енді бізге керекті параграфты ашамыз. Бірінші сендер өтіп жатқан параграфтарды ашып, қай параграфқа жазу керек, соны анықтап аласыңдар. Маған осы бетке жазу керек. Міне республикалар жайлы өтіп жатқан болатынбыз. Мен бұл конспектті уже жартысын жаздым. Жазғанымды көрсетейін сендерге. Мен қалай жаздым? Біріншінде мен кәдімгі неше түрлі республиканың түрлері бар, кәдімгі тақырыптарды міне бөліп алып шықтым. Міне осылайша жаздым, кәдімгі тапсырмаларын орындадым. Және мына жақта мысалы монархия нешеге бөлінеді, осылайша стрелкалар арқылы жаздым. Содан кейін мысалы сословиеде өкілетті монархия деген не, яғни қара түсті бастан жаздым. Сендер неше түрлі қызыл басқа да не істесеңдер болады. Және де мысалы берілген тақырып, кішкене анықтамалар қысқартып та жазсаңдар болады. Мысалы монархқа барлығы тиесілі болған деген секілді осындай көп нүкте пайдалансаңдар болады. Осылайша жаздым. Және де мысалы республика 4-ке бөлінеді деп жазғандықтан 4 стрелка қылып неттім. Келесінде міне осындай ерекше сызықшалармен қысқа да нұсқа қылып жазып шықтым. Енді бұл әр республиканың өзінің ерекшеліктері жайлы болғандықтан солай осындай ерекше сызықтармен жазып шықтым. Міне Германия деген мағына береді, және де осы жартылай президенттік парламенттік республика деп жазып, ары қарай жазуды жалғастырамын. Ең маңызды нәрселерін астан сызасыңдар. Яғни мысалы, теократикалық басқару деген формасы ол діни иерархияға тән. Мысалы, осының астын мен сызамын, немесе осылай белгілеп қоямын. Яғни мынау сөйлемді мен дәптерге жазуым керек. Бұл маңызды. Осылайша маңызды нәрселердің барлығын астын сызып, немесе осылай белгілеп қойып, сосын барып дәптерге көшіресіңдер.